Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен бүгін үй жағдайында дәл осындай өте дәмді, қою болып шығатын майонез дайындадым. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығы бөлме температурасында жылы күйінде болуы қажет. Егер жылы болмаса, біздің майонезіміз дұрыс шықпай қалады. Енді осы жұмыртқаның піскен сарысына қант аздап, тұз және де қара бұрышты салып, осылай шанышқының көмегімен езіп, оның үстіне қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бөлек қойып қоятын боламыз. Біздің ыдысымыз міндетті түрде таза және де құрғақ болуы керек. Енді осының үстіне қажетті сүтімізбен күнбағыс майын құйып блендермен еземіз. Егер блендер болмаса, миксер пайдалансаңыздар да болады. Блендерді осылай бір қойған кезде түбінен мүлдем көтермеген күйінде 10-15 секундтай блендермен езетін боламыз. Мүлдем көтеруге болмайды. Одан кейін осылай езіп тұрған кезде сіздер өздеріңіз сезесіздер. Қоюланғандықтан блендер қозғалуы қиын болады. Сол кезде барып осылай көтеріп 2-3 рет шайқап, тағы да блендермен езетін боласыздар. Үй жағдайында майонезді дайындаған кезде міндетті түрде осындай шұңғыл, ұзын ыдыс болғаны жақсы. Егер дәл осындай ыдыс болмаса, кәдімгі банканы да пайдалансаңыздар болады. Енді осылай жаңағы біздің сүтіміз бен майымыз қоюланған кезде оның үстіне жаңағы біз дайындап алған жұмыртқаның сарысын саламыз. Одан кейін бір ас қасық лимонның согын салып, тағы да барлығын блендермен еземіз. Осы азғантай ғана уақыттың ішінде менің осы YouTube арнама мыңдаған оқырман қосылған екен. Барлығыңызға қош келдіңіз деймін. Және де мен әрқайсыңыз үшін өте қатты қуаныштымын. Менің арнамды таңдап, маған қолдау білдіргендеріңіз үшін мың алғыс. Сіздердің әрқайсыңыздың маған қалдырған лайктарыңыз, комментарийларыңыз үшін өте қатты қуанышты боламын. Сол үшін өз ойларыңызбен төменде бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің үй жағдайындағы майонезіміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Енді осыны осындай бір ыдысқа салып, бетіне укроп немесе петрушкамен осылай әсемдеп дастарханға қойсақ болады. Одан соң осылай артылып қалғанын беті жабық тұратын контейнерге салып, тоңазытқышта 1 апта, 2 апта сақтасақ болады.